Хасадул ихва. Аға інілерінің қызғанышы, яғни бауырларының қызғанышы. كان يوسف له أخ آخر من أمه اسمه بنيامين. Юсуфтың анасы бөлек басқа інісі бар еді. Оның есімі Буньямин. وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا وكان لا يحب مثلهما أحدا. Және Яқуб оларды, ол екеуін қатты жақсы көретін, әрі ол екеуі сияқты ешкімді олардай жақсы көрмейтін. وكان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين ويغضبون. كانوا يقولون لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين أكثر. Бауырлары Юсуф пен Беньяминді қызғанатын, және ашуланатын. Олар неліктен әкеміз Юсуф пен Беньяминді көбірек жақсы көреді дейтін. ولماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين وهما صغيران ضعيفان. Және неліктен әкеміз Юсуф пен Беньяминді олар кішкентай әлсіз кезінде жақсы көреді. لماذا لا يحبنا مثل يوسف وبنيامين نحن شبان وأقوياء. هذا أمر عجيب. Неліктен бізді Юсуф пен Беньяминді жақсы көретіндей жақсы көрмейді? Біз болсақ күшті жігіттерміз. Бұл таңғаларлық жағдай. وكان يوسف ولدا صغيرا فحكى الرؤيا لإخوته وغضب الإخوة جدا لما سمعوا رؤيا واشتد حسدهم. Юсуф кішкентай бала еді. Ол түсін ағаларына айтып берді. Яғни көрген түсін ағаларына айтып берді. Ағалары түсті естігенде қатты ашуланып, олардың қызғаныштары күшейді. واجتمع إخوة يوما وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بعيدة. Бір күні бауырлар жиналып, Юсуфты өлтіріңдер және оны алыс бір жерге тастап жіберіңдер. Деді. حينئذ يكون أبوكم لكم خالصا ويكون حبه لكم خالصا. Содан кейін әкелеріңіз сендерге ғана арналады. Яғни тек сіздердікі болады. Және оның махаббаты сендерге ғана арналатын болады. قال أحدهم لا بل ألقوه في بئر في الطريق يأخذه بعض المسافرين. Олардың бірі жоқ, оны жол үстіндегі бір құдыққа тастаңдар. Оны сол жерден жолаушылардың бірі алып кетеді деді. ووافق عليه جميع الإخوة. Барлық бауырлары бұған келісті.